Dünyada өз аты менен, өз сөзі менен сөнбейтұғын ғазине қалдырған инсанлар көп. Ерте дәуір естеліклеріне, бабаларымыз жазып қалдырған дөретпелерге бір назер салар болсақ, аңызға айланған тарихтың өшпейтұғын көрініслері көз алдымызға келеді. Қайсы дәуірде де халықтың жырын жырлау шайырларға тән пазилет. Қарақалпақ халқының тарихында да шайырлардың хикметлері халықтың өміріне мазмұн бағышлаған. 18 әсірде Қарақалпақ халқының тұрмысын, сол дәуірдегі заман теңсізлігінен елдің маканды таслап көшуін тәріптеген шайыр Жен жырау аманлық ұлы болып есептеледі. Қарақалпақ классик поэзиясының ең үлкен естеліктерінің бірі Посқан ел поэмасын жақсы білеміз. Шығарманы оқып, мәніс мазмұнына ітібар қаратар болсақ, шайырдың елді қайғырып, бәршені шыдамлыққа шақырушы, ақыл насият, өткір сөзлер менен жұбатуға әрекет еткенлігін көреміз. Көз алдымызда халықтың аянышлы көрінісі сәулеленген менен шайыр жүрегінен толқыланып тұрған хикметлі сөзлерді қобыз званының кеуіл сарайыңды тебірендіруіне қайыл қаласаң. Инсанлардың мұңына да, қуанышына да сырлас болған қобыз намаларында жырланып келген толғаулар бүгінгі күніде халықтың ұйып тыңлайтын жырларының бірі болып есептеледі. Жен жырау шығармалары осы пікірімізге мазмұн бағышлайды. Ateş örtünmeyi Türkistan'ı, ateş örtün Türkistan, ömürlük şeylab olmadı. Garipinin kasırgı şetimini cesirgine sayasın, hiçbir salmadı. Aldı baş sağı yekinine çalmadı, buzuk buldu işanı, adilsiz buldun ey kazı seyi. Günahsızdın ey birazını, günahlı devey kıynaday, екі жақтап, үш жақтап, кеуілге қайғай жамадай. Ағалар, ағалар, посық сондай сандалап, арқалады арбаңлап, ақырет көрмебей өлімнен. İşerge suva bulmadın ey, yaşlıktan kattın ey kaltırab. Kola ayaklar ey kaltırab, kun tünürüp kar jaudı, şalan ayak şalan basa ey, ki yatırmız ey kalcırab. Bəz bireудің ey қолында, құндақлаулы баласың ey, anasынан шықпай ey, тамшылайдың ey, көз жас ey. Жасы қайтқан қарылар, таянып ағы таяғын, bellerden bögülüp
basa almaydı ayağını. Жиен жыраудың қалқымызға белгілі Посхан ел шығармасы халықтың тарихында ауыр із қалдырған уақия болып, Қарақалпақ әдебиетында әдеби шығарма сипатында белгілі орынға ие. Бұл шығарманы оқығанымызда көз алдымызға дәуір шылдығы сәулеленеді. Шайыр халықты шын жүрегінен сүйген, халықтың ауыр жағдайын жырлап қайғырады. Неге қапа болмайын, қобызымды не үшін қайғылы етіп шалмайын, дейді мұңлы қатарларменен. Bizim klasikалық әдебиетіміз, жазба әдебиетіміз 18-ші ғасырдан басланған жиен жыраудан. Жиен жырау hem жырау болған, hem атақлы жүда шайыр болған, дана адам болғанда. Енді жиен жыраудан еш жазба мағлумат қалмаған. Бірақ шайыр сондай зор шайыр болған Қарақалпақ халқында. Оның барлық айтқан гәплері бір хикметлі гәплер, нәсият гәплер, халықтағы ең зор сөз зергерінің үлкен иесі болғанда. Соның үшін бұның шығармалары халықтың сөйлеу тілінде, жыраулардың репертуарларында қалған, жүзі ұмытылмастай болып қалған. Бұның енді жүзі көп шығармалары жоқ. Бізге 100% жиен жыраудың шығармалары келіп жеткен жоқ. Лирикалық шығармаларының бер түйемді, ай жігітлер, жігітлер, балаларым, ылағым ұсаған кішкентай шығармалары қалды. Ал енді үлкен шығармаларынан Посқан ел шығармасы һәм Ұлытау шығармасы қалды. Бұларды қазіргі уақытларында поэма деп өтіледі. Поэмалық шығармалар деп өтіледі. Енді шығармаларын оқып отырғанда хайран қалатұғын бір жері, бұның сөзлерінің бәрі хикметлі сөздерді, нәсият сөздер. Со Қарақалпақ халқына миллетте ең хасыл сөздер болып, соны айту, соны ядылау, соны соңғы әулетлерге жеткеру халыққа үлкен дәстүр болып қалған. Сондықтан да оның шығармалары халықта сақланып қалғанда. Қара, ай жігітлер, жігітлер деген шығармасы бар. Со ай жігітлер, жігітлер деген шығармасында халыққа айтатұғын ауызекі нәсияттың өзі хайран қаларлық. Мынандай ай жігітлер, жігітлер, заманымыз тар екен. Көмек ейді тұрғанды айтылмастай күн екен. Көз көргенін айтайын дейді. Көз көргенін айтайын. Сары атанда суықтан сары ала сиырдың мүйізі қақ жарылды. Бұны көрдім ұлларым дейді. Қара. Сарытал болған бидайдың дәнасына төгілді. Бұны көрдім балаларым дейді. Енді ойлап отырсаң, Саратан деген үй олайы. Бұл табиат құбылысын сөйлеу арқалы, сол уақытларында заман теңсіздігінде еш жазықсыз күн көріп отырған адамдардың басына я ашылық, я жаугершілік, я басқа аурушылық келетіғұлығы хақында тымсылап айтады. Бұны әрбір ата-ана ядылап алып, өзінің ұлларына, қызларына, келешек әулетлерге айтатын болғанда. Осындай нелер. Онсын поэмасы, ең Посқан ел поэмасы Қарақалпақларда жүда көп таралған, кең таралған шығармалар. Қара, сөздері әфуайы, бірақ жүда өткір. Ата жұрты Түркістан, онда да паян етпедік. Көні түні қиналып, 12 айда тапқаны қысазыққа жетпеді. Тамтар болды сулары, ексе егін бітпеді.
жаугершілік көп болды, сансыз адам қырылды, қарға жеген өлікке жылға сайлар тап болды. Соның үшін көстік дейді. Ağa enengey bulmasağı, Harga şappak ne fayda, Tuğuzhanın bolmasa, Tuğan tapagay ne fayda. Can köyeren ayıp olmasa, Yavga şappak ne fayda, Dasturxanın bolmasa, Maqtanğanan ne fayda. Aşarıqtın ayı görmese, Bay boludan ne fayda, Keyninde sözü bolmasana, Bey boludan ne faydan Алды артын биік жар, қаңлардың пейлі тар екен, байлар менен бийлердің еткен қысуметінен жаз күллерім қар екен, нан таба алмай адамзат қапылған қара заманда иттен бетер қор екен, теңлік жетпей басына іші дәртке тол екен, қайда барсаң ашығы жоқ, құрулы тұрған тор екен, жетім жесір шулаған бір тіслем нанға зар екен, қан менен билер тұрғанда айтқанына көнбесең сыбаған қанлы дар екен, дейді шайыр теңлікті, тынышлықты арман еткен халықтың тілінен. Соның менен бірге шайыр елді сабырлы болуға шақырады. Абадан тұрмысты арман етеді. Біз данышпан шайыр бабаларымыздың тарихтан саза әйлеуші бұндай мирасларында хикметлі сөзлерін, ақыл парасаттылыққа тәрбиелаушы мәнілі пікірлерін көреміз. Қосықлардың жиен жырау шығармаларының сақлануының сыры бар да. Өткендегі біздің мәдени мирасларымыздың бәрінің қолжазбалары қалмаған. Қолжазбалары болған, жүда бай көп қолжазба болған, бірақ Совет үкіметінің уақытында бұл нәрселерді репрессия қылып, арабша, араб әріпімен жазылғаннан кейін жоқ қылып кеткен. Соның ішінде жиеннің Әжінияздың, Бертақтың, басқа шайырлардың әммесінің шығармалары жоқ болып кеткен де. Бірақ сөзлерді халықтың сақлап қалуының бір үлкен мәнісі бар. Бұлардың біріншіден бұлардың гәплері мазмұнлы келеді, тәсірлі келеді. Ондан кейін бұлардың қандай құбылысты, табиғат құбылыстары болсын, жәмиеттілік құбылыстары болсын, я бір адамлардың арасындағы уақияларды суретлеуде бұл сондай теңеулерді табады, теңеулерді. Дал өзі қылып, ұйқастырып, қағиқат сенетін қылып, әм хайран қалатын қылып табады да образы сөздерді табады. Жүда сөз зергері дегеннің мәнісі сөздердің жүда хасыларын, өткірлерін тауып сөйлеу де соны табады. Қара бір теңеуін жиен жыраудың жаңағы Посқан ел шығармасында шергесу болмады, көздеріміз жаудырап, ашлықтан қатты қақпаштай, қара қақпашқа деңеді, ашлықтан қатты қақпаштай, көзіміздің жастары тас бұршақтай төгіліп, шым-шырқадай ұлларым қызыл гүлдей солдыңыз. Зәһәрлі шаян сен болдың, сордың қызыл ханымды дейді. Қара,
Бұнда бір сөздерді басқа жақтардан тауып айту, я о не дегені деп ойланып ату, ондай нәрсе жоқ. Хақиқат халықтың, адамдардың өміріндегі бар хақиқи хасыл сөздерден, хайран қалатқан сөздерден теріп сөйлейді да, соның үшінде ол поэзия. Соның үшінде бұның сөздерін адамдар ядылап жүруге, басқаларға нәсият етуге, сондай қылып кәпті сөйлеуді үйренуге әдетленеді. Жиен жырау шығармалары 18-ші әсірдегі халық тарихының буасы болып табылады. Соның менен бірге жас әулетларды, туылған жұртты сүюді, халықты қастерлеп сақлаудай ұлы пазилетті жүрегіне сіңдіруді насихатлайды. Тәрбиялық ахметке ие сөз маржаллары менен жырланып, әсірлерден әсірлерге өтіп, жасай беретұғын құнлы шығарма сипатында қадірленеді.